Қазақстан Республикасы ғылым және жоғары білім министрлігі ғылым комитетінің экономика институтына биыл 70 жыл толып отыр. Осы уақыт ішінде институт үлкен даңғыл жолдан өтті және Қазақстаннан тыс елдерге танымал жетекші ғылыми ұйымға, беделді ғылыми орталыққа айналды. Үлкен тарихи ғылыми орталық, экономика саласы бойынша ғылыми орталық болып табылады. Экономика институтында біздің ғалымдардың зерттеулері арамызда үлкен ғалымдар бар. Ол ұлттық ғылым академиктері, академиясының академиктері және халықаралық академиктер, мемлекеттік ғылыми сыйлығының лауреаттары және басқа да. Жалпы коллективіміздің 60% ғылыми атаққа ие. Яғни бұл біздің институтымыздың экономика саласындағы үлкен сапалы коллективі бар деп айтуға болады. Жалпы экономика институты 6 бөлімнен және бір филиалдан, ол филиалымыз 2000 жылы Астана қаласында құрылған, ол әлеуметтік экономикалық зерттеулер орталығы болып табылады және біздің өзіміздің Алматы қаласындағы басты ордамызда 6 бөлімшеміз бар. 6 бөлімшенің ішінде жарты бөлімшелері фундаменталды бағытқа арналған, жартысы қазіргі заманауи экономикалық зерттеулер, оның ішінде ақпараттық технологияларды қолданып, зерттеулер, мысалы үлкен стат данныйларды талдау, яғни экономикадағы құбылыстарды заманауи талдауға арналған технологиялармен қамтылған өзіміздің зертханаларымыз бар. Ол қазіргі экономикадағы зерттеуге үлкен үлес алып келеді деп ойлаймын. Сол себепті біздің тек қана коллективіміздің сапалы жоғары емес, жалпы ғылыми зерттеу базамыздың жоғары деңгейде екенін дәлелдейді. Және біздің институтымыздың 70 жылдық тарихы болғаннан кейін әріптестеріміз көптеген ғылыми диссертациялық кеңестерде қатысады. Соңғы жалпы біздің институтымыздың бағыты ғылыми зерттеу жобаларға негізделген. Яғни Қазақстанның экономикасына, әлеуметтік экономикаға, инновациялық экономикаға, аймақтық экономикаға, цифрландыруға, инновацияның дамуына, технологияның даму прогрессіне бағытталған. Яғни қазіргі біздің Қазақстанның алдында тұрған мақсаттарға қол жету үшін экономикалық зерттеудің заманауи бағыттары бойынша жұмыс істейміз. Институттың зерттеулері еліміздің даму тарихын, тәуелсіз мемлекетіміз Қазақстан Республикасының экономикасының қалыптасу тарихын көрсетеді. Экономика институтының ғылыми зерттеу қызметінің қазақстандық және әлемдік тәжірибе негізінде жүргізілуі, экономикалық реформаларды ғылыми қамтамасыз етуі, мемлекеттің келешектегі дамуын болжауы маңызды. Сегодня мы отмечаем юбилей нашего института. Конечно, за все это время главное, что есть, какие заслуги института, это создание научных школ. В частности, я возглавляю отдел социальных проблем, и хотелось бы отметить, что научная школа по проблемам народонаселения, социальных проблем, рынка труда, трудовой миграции занимается отдел с 1972 года. И есть научная школа, которую на сегодняшний день возглавляет Мельдеханова Марзия Калижаровна, доктор экономических наук. Я являюсь ее ученицей. У нас есть крупный отдел, который занимается основными направлениями развития экономики Казахстана по социальным проблемам. Это трудовая миграция, рынок труда, занятость населения, демографические проблемы. Нами были реализованы крупные программы по заданию администрации президента, грантовые проекты фундаментальные, в то же время и прикладные проекты. Сегодня хотелось бы поздравить, конечно, всех ученых, которые имеют отношение к нашему институту, наших выпускников, наших коллег, и пожелать всем дальнейшего крепкого здоровья, дальнейших успехов и реализации намеченных планов.